qiyama. Аттың пешенесіне қиямат күнге чейін жақшылықты Алла Таала басып қойған. Қиямат күнге чейін ырысқы ушул жерге басып қойған. Жеңішті басып қойған, бақытты басып қойған. Бардық жақшылықтарды Алла Таала аттың пешенесіне басып қойған. Бұл пайғамбарымыздың doğru төөнүн заманы, қиямат күнге чейин ракетаның заманы. Пайғамбарымыз айтып атат: "Ал-хайр мақудун фи навасихал хайр иля яумил қияма." Қиямат күнге чейин Алла Таала аттың пешенесіне жақшылық, ийгилик, жеңіш, бақыттың бардығын басып қойған туғандар. Ошондуктан бұл атқа зұлымдық қылбайлы. Улақ чапқан улақчыларыбызга өзгөчө мен суранычым: аттың пешенесіне чаппаңыз, өзүңүздүн бактыңызга чапканыңыз болот. Аттың пешенесіне чаап тарбия кылам деген улакчы адашат. Балаңызды башка чаап берсеңиз тарбия болобу же эмне болот? Ошондой болот тугандар. Башка жерге чабайлы. Ушу сиз үчүн берилип, сизге үстүнө көтөрүп алып, байгеге чейин жеткизип, ушу сиз үчүн ушундай кандай чарчаса дагы, путу ооруп атса дагы, ичи ооруп атса дагы жүгүргөн атка рахмат айтпайсызбы? Пешенесине чаппайлы. Анан кийин чапканда өзү бу спорттук оюн. Бири-бирибизди кордоо болбосун.